Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз капуста по-корейски дайындайтын боламыз. Мен бұл жерде 500 грамм, яғни жарты кило капустадан дайындайтын боламын. Барлығын осытып, үлкен көлемде турап аламыз. Біркелкі болу қажет емес, барлығы осылай бірыңғай үлкендеу туралса болғаны. Ортасындағы қатты діңгегін алып тастаймыз. Дәл осылай турап шығамыз барлығын. Осы туралған капустамызға бір ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Өзінің суы шығып, жақсылап тұзы сіңуі қажет. Арасында қатты сығып мұжылғап тұрамыз. Жарты сағат ішінде 5-6 рет солай істеу қажет. Одан кейін осы дайын болған капустамызға ұзынша етіп теркадан бір дана, яғни бір штук сәбіз ұзынша етіп осылай теркадан өткізіп аламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Тұзы жақсылап сіңуі қажет сәбізге де. Енді 2 штук, 2 дана сәбіз майдалап пышақтың көмегімен турап аламын. Егер езгіштеріңіз болса, түсінік езгішпен езіп қоссаңыздар да болады. Осылай жақсылап қосып аламын. Енді бір ас қасық немесе жарты шай қасық шекер, одан кейін паприка бір шай қасық. Содан соң қызыл бұрыш бір шай қасық. Сосын күркума қосамыз, бір чай қасық. Барлығын бір чай қасықпен қосып жатырмын, өйткені бұл жерде жарты кило капуста. Және сірке су қышқылы, яғни уксус 70%-тік бір ас қасық қосатын боламын. Барлығын қосып дайындап қойдық. Енді жай отқа сұйық май құятын боламыз. Қатты қыздырып, бетіне құямыз. миллиграмм немесе 4-5 ас қасық. Осылай түрлі бұрыштарымыздың үстіне осылай майды қыздырып құямыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап араласуы қажет. Өйткені түрлі дәмдеуіштер бар, соның барлығы жақсылап сіңуі қажет. Көріп тұрсыздар, қандай әдемі шығып жатыр, түсі де барлығы. Осы дайын капустамызды бір түнге қоюымыз қажет. Дайын болды, бір түн тұрды. Қараңыздар, түсі қандай керемет, өте қытырлақ, өте дәмді. Үй жағдайында міндетті түрде дайындап көріңіздер.